барлықтарыңа салам, сенім лайк жасар менің Overlandтегі выживаниямның бөлімін, екінші бөліміне қош келдіңдер. И, бүгінгі выживанияда біз күшті нәрсе істейміз. Біріншіден, выживание басталмай тұрып, мен сіздерге бір әңгіме айтып кетейін. Подписчиктерім, мені қолдап жатқан подписчиктерге өте көп рахмет. Сіздерге шын жүректен от души және арнаға новыйдан келгендер болса, өтініш сен дәл осы моментте каналға жазыл. Жарайды, каналға жазылып, подписаться етіп, осы видеоны лайк басып кетсеңдер, өте от души рахмет айтатын едім. И мыналар мені пайда өлтіреді, жардақып мен жүрмін. Так, пошел ты. Так, өлтіржейін, ренжімесеңдер. Оп, найс. Так, өзіме сонша жұмыс тауып алдым ғой, әшейінен жүріп, өзіме сонша вообще жұмыс тауып алдым ғой мен яқты. Так, бүгін біз мен сіздерге бір Overlandте өзімнің жерімді үйім салып кеткен болатын алдында бірінші сериясында. Точнее, Overlandты ойдан бастады, қазіргі санаған кезде бірінші сериясында үйіміз салып кеткенбіз. Но бір минус бар. Не минус десеңдер, мені хандардың үйлері анаяқты қазір шамалы қандай қош жерін. Так, ойбай, 25 ауыр болып кетеді ау, команду, ничего. 20-ға қоямыз, аяқты ханның үйі тұр, там бекіштің үйі бар, аяқты величесі нормальный көрініп тұр да. Менің жерімді ешкім байқамайды да. И мен ойлап шештім. Бекіштен шамалы бамбуктарын сындырып алып кеттім. Бекішті көріп отырсаң, ренжіме, сразу айтын, ренжіме, брат. Так, мен бамбуктардың не істегім келіп тұр дейсіңдер. Осылайынан тізбек ектім келіп тұр. И осылар сол кезде осылайынан шығады ғой, так, еш қайда. Бамбуктар шыққан кезде, дәу болып шығады, білесіңдер, мынандай болып. Сол потолок қып шығарып қоям ұзыннан. Сол кезде менің жерім чата безумно как-то. Нормальная идея көріпсіңдер ғой. Әдемі дәу болып тұрады. И оны бірақ істеу үшін мен алдында көп жермен мына жерлерді үлкейткен болатынмын. Жер жинап, ханнан жер алып там. Но менде жер қазір жетпейді. Осылай салып тастау үшін жер жетпей тұр да. И менде қазір лопата бар, алмаз тапқан болатын, мен шахтаға түсіп, мынандай заттар тапқан болатынмын. И, осының бәрін қазір мен үйімнің арт жағым ба, мына жерлерді тазалаймын, өйткені мына жақтан вид қараған кезде вид жоқтан да әдемі. Осыларды тазалаймын, бір жағынан, екінші жағынан анешкі блок табам. Сол кезде мен, в общем, екі қоянды бір оқпен атам. Яқты бірінші тазалап алам, онда видеоны әдемілеп қызықтырақ қып түсіру үшін сендерге тырысамын. Так, мен біраз жерді сындырып алдым мұнда, өте нормально қып. И осылардың бәрін анешке салып шығам, қазір аяқтарды бітеп тастау керек. Бағана крипер, видеоның басында сразу 2 криперге жарылып, енді мынау рекорд шығарды ойлаймын. Кәдімгі Overlandты выживание ойнайтын адамдарға как-то непривычно же, 2 андай криперге снег жарып жүрген. Менде қазір үйдің мына аяқтарын ғана шығару керек. Мына аяқтан осымен бірдей қылсам, болды, осы жетіп қалады. Ондай қатты алдыға қарай шығарып қажет жоқ. Оған менде біріншіден ресурс жетпейді, екіншіден ресурс жетпейді, үшінші причина жоқ. Вот, мына іштерді енді былайынан шығарып тастау керек. Енді бұл да ондай қиын оңай жұмыс емес. Так что бұл да уақыт алады, мелочный жұмыс. Бізде қазір блок жетіп қалу мүмкін. Болғанда 4 стак бар вообще жерден. Пайда жоқ, 3 стак бар екен, 3 стак. Осының бәрін жеткізу керек енді бірден кеq мына жердің бәріне. Жеткізу қиын сияқты, как будто, енді тырысып жатырмын, кәдімгі бетон қойған сияқты қылып, ұрып, жаймен құйып жатырмын. Көрдіңдер ма, стак болып бітіп жатыр, уже бұл өте мен үшін жаман жағдай. Так, сөз үйреніп алған соң. Опа, пайда бітті, жетіп қалды да. Мен жетпей ма деп ойлаймын. Жетті пайда. Мен видеодан тыста Overlandты көп ойнайым. Кәдім почти азынан кешке дейін ойнайым деп айта аламын мен мынаны ше. Мен тек сабаққа қалмасам, атак осы Overlandты ойнайтын боламын. Так, менде қазір идея болған, идеямды айттым ғой сендерге. И осылайынан екіп шығамыз бәрін. Ол бір мынандай қатарға түсіп аламыз. Так. Мұнда ма? Так, осылай кете береміз. Так. Всегда ештеңе қалдырмаймыз. Так, пайда бұл өзі егілгенше егіледі, так сразу егіле бермейді, бір андай жерге. Осылайынан егіп кете береміз. Так, осылайынан, болмайын. Так, тағы да егеміз бұлайынан. Оп. Жеріміз қоршалу керек па шамалы ше.
Так, по идее осы болып қалады. Оның артық кетіп қалдым бауырым. Сындырамыз. Бізде уже өсіп жатыр, өте керемет болып өсіп жатыр. И және де қалған мына беттен тағы бір шамалы қоршап жібереміз. Так, бізде бамбук жетеді ғой әлі, ё-моё. Жетеді ғой әлі. Мына мен дегенмен үйімдің қоршамақ түгіл. Так, арт жақ, үйдің артқы двор жағына қарай қою керек тағы. Так, осылайынан деревнямызды былай сәндеп қояйық. Так, қалғанын үйдің артқы двор жағына құртайын да. По идее, сөйткен дұрыс емес па? Мына жерлерді шамалы сындырып тастайын. Так, сындырып келсем, мына жақта бізде қойылмайды дейді. Бізге пофиг, сындырып новыйдан қойып аламыз. Так, короче, бізде қазір мыналардың уже бәрі өсіп, өніп жатыр. Так, мына жақтан былай қарай жүріп кете беру керек. Рейс салып, бізде уақыт жоқ, мына бәрін салып жататын қайта. Давай деп салып тастаймыз мына жақтың бәрін. Так, бізде ендігі бамбуктарымыз өте қатты өсіп қалды. Уже қараңдар. Міне. Бұл ең басында еккен мекен ғой. Короче, бамбуктар осылайынан қоршалып өсуде. Өскен кезде маған типа вид беріп тұрады, күшті андай бір голливудский үй сияқты қылып. Украшение ғой бұл да. Короче, украшение, живое украшение болды. По идее, осы жетеді. Енді мұнан өскенін күтеміз, сол кезде өскен кезде қандай болатынын көрсетем. Так, өте, по идее, дерзко тұру керек. Мына жерлерді шамалы істеп жіберу керек. Но былайынан келатқан простой человек болса, әне іште бүйтіп келатқан деревня барып қайтайын деп келатса біреу. И қарақ болса бамбуктар өсіп тұрады, елестетіңдер. Мынау деген потолок болады ғой, ема. Короче, бамбуктың бәрі өсті. Бамбукпен қоршалдым деп айтасың ғой, короче. Міне. Так, қазір көрсем. Более нормальный жерге мініп алайық. Так, мына осы жерге. Опа, міне ең нормальный кетті. Қалай? Дерзкі ма? Бамбукпен қоршалып қалған үй. Потолок. Так, короче, мен мына жерлерді сәндеп шыққым келіп тұр. Ерінбей істеп тастағым келіп тұр. Өйткені видео что-то кітай болып қалатын сияқты. Тем более, мына шала жұмыс болып қалып қалатын сияқты да, кәдімгі. Өзбектерге ұқсатып, өзбектер ренжімеңдер. Так, нормально адамдарға ұқсатып, мына жақта блин, кетші, мен саған не істеп қойдым, өзіңнен өзің. Тем более таң атқан кезде тауықтар қырылмайды ғой, басын істемей ма? Жарайды. Осыны осылайынан бүйтіп тез қойып тастау керек. Сол кезде бізде әдемі болып тұрады мына жер. Так, уже қойып тастадық па не? Ой, бәсе. Мұнан да бас істемей қалған ба? Күші бар, еще. Өлмей ма, не білейін, қалай қырылады? Көтімен қырыла ма? Так, жарайды. Что-то көп сөйлеп кеттік. Короче, байқап тұрсыңдар ғой енді. Енді нормально өсіп келатыр. Алар что-то дұрыс өсіп келатыр, да? Или өздері сөйтіп өспей ма? Сөйтіп маған андай сахарный, костяной мука болғанда, костяной мука сразу өсіп көретін андай. Өспей қалғандардың бәрін. Әдемі болып тұрады, дерзко. Былайда, по идее, нормально болды. Так, я хочу-то былайдан салсам, жақта блок жоқ екен, и уродливо болып қалды как-то. Так, ең нормально болды деген ойдамын. Так, вот. Міне. И енді қараған кезде, по идее, ең нормально болды. Как будто бір неге келатқан сияқты, ертең стол мінетін қып істеймін. Бір ағаштармен өте керемет болады кәдімгідей. Мыналар өссе екен, тесіз өшіп, опа, өсті, көз алдымда өсті. Брат, сен де өшіп, по-братски. Брат, өші, брат, давай. Өспейсің да, жарайды. Мыналардың, по идее, дерзкі өсіп отыр да, дерзкі өсіп отыр, маяқта қоршауға жетпеді. Прям қоршап алатын ем, аты қоршап бамбуктан жерім бәрін. И төбеге шығып қараған кезде менің жерім әдемі болып тұратын кәдімгі бамбукпен қоршалған. Қалай айтсам болады, китайстардың жері сияқты. Қытай азаматтары. Так, по идее, ұнап тұрған сияқты өзіме жерім ұнап тұр. Сендерге қалай? Бамбуктан қоршалған нәрсе қалай, ұнай ма? Мысалға маған ұнайды, өте керемет креативно да. Өйткені ауылдың балдардың біреуінде де бұндай жер жоқ. Біріншіден, екінші өзіме кәдімгі потолок болып тұр мынау деген кәдімгі. О май гад болып тұр ғой. Ля-ля болып тұр ғой десек, ля-ля. Так, мында шығайық деймін, блин. Былай қарасаң да, по идее, әдемі болып тұр. Өте керемет болып тұр. Короче, осымен мен видеоны аяқтай берем. Өте ұнады деген ойдамын. Өзім жеріме әлі сынып тұрмын, мен мынандайды өзім істегеніме ше, тем более. Так, шамалы мініп суретке түсіретін қазір превьюға қоятын жер алып алайын.
сендерге ұнады деген ойдамын. Блин, бұндай білмеймін, ютубта вообще бұндай мен істеп қойған адамды көрмедім, шынын айтайын. Видео істеп қойған адамды. Короче, или сендер көрген болсаңдар, комментке жазыңдар. Так, короче, видео ұнады деген ойдамын. Сендер болғанда лайк, давайте, видео амандықта, сауықта, амандықта кездесе берейік. Осындай видеоларды ертең, бүгін, всегда видео шығарып тұрамыз.